Теки Арман қаңтар оқиғасы кезінде ұлттық қауіпсіздік комитеті нұсқауымен әрекет етті. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк демесін басып, арнамызға жазылыңыз. Тергеу мәліметтері бойынша Алматыда Жұмагелдиевке ерекше рөл берілді. Біз оның ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі куратордың үйлестіруімен әрекет еткенін анықтадық. Ол жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырып, топты өз бақылауына алуға міндетті болған. Одан кейін халық кеңесін құрып, билікке бірыңғай ультиматум қоюға тиіс болған деп атап көрсетті Асылов. Тергеуге сәйкес, Теки Арманға мәслихаттың экс-депутаты Мақатов белсенді түрде көмек көрсеткен. Ал ОКК-ның экс-басшысы ұсталды деген ақпаратты естіген бойда өзіне алиби қалыптастыру үшін қарақшылықпен күресуге кірісті. 6 қаңтарда олар қаланың түрлі жерінен адам ұрлап, кездейсоқ 24 адамды қонақ үйлердің паркингінде ұстап, ұрып соққан. Артынан оларды қаланың шетіне апарып, контейнерге қамап тастады. Сосын әуежайға алып барды. Сол жерде біреуі азаптаудан қайтыс болды, деді Асылов.